Арнамызға жаңадан қосылған көрермендерге таң шуақты болсын деп тілейміз. Эфирде қайырлы таң Ақтөбе ақпарат саласы бағдарламасы. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл осы тұста бір ақжолтай хабарлардың бірі келіп түсті. Енді арнайы студиямызға сонау Түркия елінен біздің асық ату федерациясының өкілдері келіп отыр. Енді қымбатты көрермен, таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық асық ату федерациясының атқарушы директоры Тасқалиев Мұсағали ағамыз, және де Түркияда өткен халықаралық турнирдің және республикалық турнирлердің жеңімпазы Құлыбек Ғарышбек мырза, және де бес асықтан Түркияда өткен халықаралық турнирдің жеңімпазы Жақсылық қызы Надежда ханым бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіздер. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте тамаша. Өте жақсы. Қымбатты көрермен, бізді көріп отырған көрермендердің арасын енді біледі. Осыдан 1-2 апта бұрын ғана Шымкенттен арнайы Ғарышбек мырза автокөлік иесі атанып келген болады. Міне, арасын суытпай Түркия мемлекетіне барып, осындай байрақты бәсекеден жүлде алып келіп жатыр. Ал жүлделеріңіз құтты болсын. Рахмет көп. Мұсағали аға, өзіңіз бастап айтып берсеңіз. Рахмет, мынау бізді кеше ғана түстік ұшақтан. Түркия елінің астанасы Анкара қаласында асық ату спортынан халықаралық Анадолу Open деген турнир өтті. Сол турнирде біздер Қазақстан атынан қатысып, Ақтөбе облысының асықшылары 3 күміс, 3 алтын, 2 күміс жүлдемен оралдық. Тамаша. Нақты атап айтар болсақ, асық атудан Ғарышбек пен Аян біздің облысымыздың аға бапкері Аян Амантаев бар Қазақстан бір құрамасы бірінші орын алды. Айбар Сәрсен екеуміз қатысып Қазақстан 2 болып екінші орын алдық. Үшінші орын енді түріктердің өздеріне бұйырды. Бес асықтан 4 мемлекет қатысты. Надежда қарсылас жақ келтірмей бас жүлде жеңіп алды бірінші орын. Тамаша. Жүлделеріңіз құтты болсын. Рахмет. Және айта кететін бес асықта екінші орында түрік қыз алды. Түрік қыздардың деңгейі бес асықта мықты екен. Кәдімгідей төселіп қалыпты олар. Үшінші орында біздің Мажарстанда тұратын біздің Ақтөбенің қызы, Ойылының қызы, Жанаргүл Фейнбеши, Бақтыгерей қызы, ол қола жүлдеге қол жеткізді. Тағы бір түрік қызы екі қола жүлде алып келді. Сондықтан жерде енді жеңіске жеткен мана 5 қазақ, 6 қазақ болсақ, бәрі де Ақтөбенің. Бұл жағынан қарап қалсаңыз. Өте керемет, өте жоғары деңгейде өткен байрақты бәсеке деп айтсақ болады. Аға, қатысушылар қай жақтардан келді? Енді бұл үлкен халықаралық турнир ғой, иә? Халықаралық турнир, мысалы, бес асықтан Қазақстан, Түркия, Венгрия және Ресейден қатысты, 4 ел қатысты. Ал енді асық атудан біздер Қазақстан 2 команда қойдық, Қырғызстаннан 1 команда, және түріктер 4 команда шығарды. 7 команда қатысты. Енді бұл жалпы бұл турнир мини-саммит дейді, мани-саммит деген үлкен өздерінің бір бағдарламасы екен. Ол жерде біздің асық атумен бірге 9 құмалақ, 5 темше, мангала деген ойындардан турнирлер өтті. Сосын Ателла деген ойын бар екен, содан 47-ші әлем чемпионаты өтті. Ана жерде Анкара қонақ үйінде шетелден келген бір 30-40 елдің адамдары жүр. Әр жерде жарыс болып жатыр, өте ерекше болды барлығы да. Атмосфера өте ерекше. Соның арасында біздің бес асықпен асық ату біздерде жүрдік. Атмосфераның арасында. Керемет. Енді Надежда ханым, өзіңізді сөзге тартсақ, жалпы енді айтып отыр, жалпы түрік халқынан шыққан жалпы спортшылардың деңгейі жақсы. Кәдімгідей машықтанып қалған деп жатыр. Енді халықаралық деңгейдегі алғашқы жарысыңыз, қателеспесем. Алғашқы. Қалай өтті? Жарыс өте жоғары деңгейде өтті, өте жақсы болды. 4 топқа бөлді. Бірінші жаңа төрешілер 16 қыз қатысты. 4 топтан финалға шығып, одан жартылай финалы болды. Түрік қызымен кездестім. Финалда түрік қызымен ойнадым. О деңгейі жақсы, өте жақсы. Кәдімгідей төселіп, оларда біздің ережемізбен сай жақсы, өте жақсы ойнады. Ақтөбе облыстық асық ату федерациясының президенті Елтай Өтеғұл мырза, қалалық федерация басшысы Райгүл Алданышқызы бастаған асықшылардың барлығы енді осындай бір үлкен байрақты бәсекеде жүлделі орын алып келіп жатыр. Енді оны көрсетейік рұқсат болса, мынандай бір үлкен диплом қағаз, яғни бұл енді Ғарышбек мырзанікі, дұрыс қой, иә? Дұрыс. Ғарышбек аға енді кешегі Шымкенттің жүлдесімен барып
Түркиядан да сол бір ерекше сезімнен шықпай бірінші орын алып келіпсіз аға. Құтты болсын. Рахмет. Қалай болды аға? Түркия қалай болды? Шымкенттен айырмашылық болды ма? Әрине айырмашылық болады ғой енді. Түркия енді мемлекеті өте керемет. Ең бірінші Стамбулға түстік. Стамбулда бір күн болдық. Стамбулда өте керемет қала екен. Ертеңіне Анкараға бардық. Ұйымдастыру өте жоғары. Ояқтың жаңағы тоже халықаралық ояқта да асық федерациясының президенті бар. Рауф Өзген деген өте жақсы қарсы алды. Барлығы жоғары деңгейде өтті. Енді Шымкентте жүлдеге машина тіксе, бұл жақта халықаралық деңгей деген статус жоғары. Халықаралық деңгей деген уже бөлек. Сондықтан халықаралық деңгейдегі Түркияның жарысы жоғары болып саналады. Өте керемет. Енді Мұсағали аға, жалпы асықтың деңгейі шынымен де халықаралық дәрежеде ойналып жатқаны, ол шынымен көз қуантады аға. Осы даму жағынан енді Қырғызстан қатысып жатыр дедіңіз, Венгриядан, Ресей елінен келіп жатыр дедіңіз. Жалпы осы бір елдердің қатысуына ықпал етуде асық атушылардың арасындағы бәсекелестіктің жоғарылауы жайында айта өтіңізші аға. Өте дұрыс айтасыз, Жаңа Жол інім. Шынымен де асықтың деңгейі бұл өсіп келатқанын көрсетеді. Мысалы, кім ойлаған Түркияда біздің асықтан қазақтың ойынынан осындай халықаралық турнир өтеді деп. Біз мана Ғарышбек айтып кетті ғой, бірінші Стамбулға бардық. Ол жерде бізді Стамбулда тұратын қазақтар, оның ішінде Әзиз деген ағамыз ұшақтан күтіп алып, сол бір күн бойы біздің қасымызда жүрді. Сол кезде кездеседі, қазақтармен кездесеміз. Бәрі айтады, мә, асық атудан болып жатыр ма? Шынымен бе Түркияда деп. Бәрі таңғалып жатыр. Бұл енді асық атудың, мана айттым ғой, дамуының жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Бұйырса міне енді аз күн қалды ғой, біздің Ақтөбеде де әлем кубогы өтеді. Соған келеміз деп отыр. Енді осы жерде айта кететіні, біздің осы Түркияға Ақтөбе асықшылардың баруына үлкен қолдау көрсеткен бірінші облыс әкімі Асқат Берлешұлы, одан қалды Жолдас Нұрланұлы облыс әкімінің орынбасары үлкен еңбек сіңірді. Және біздің дене шынықтыру, спорт және туризм басқармасының басшысы Мейрамбек Жанболатұлы ініміз осы азаматтар үлкен қолдау көрсетіп, біздің Ақтөбенің асықшылары халықаралық турнирге бірінші рет шығып тұрық біздер. Федерация ашылғанына 3 жыл болды ғой. Сондықтан оларға осы телеарна арқылы үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Бұл бірінші рет шыққанмен әрі қарай жалғасады деген ойдамыз. Әлі де талай халықаралық турнирлерде топ жарып біздің асықшылар жүреді деген ойымыз бар. Үмітіміз бар. Әлем кубогын айта өтіңіз аға. Қашан, қай күні, қай жерде? Өткенде де айтқанбыз, 5-7 желтоқсан күндері бізде жекпе-жек сарайында әлем кубогы 12 мемлекеттен келеді деп отырмыз. Оның ішінде қазір мысалы Түркия кеше 12 мемлекет. Түркияның кеше біз болған Рауф Өзген деген мырза келеміз деді. Анда түрік қыздар да, жігіттер де біздің бірге ойнаған. Тілдер ұқсас қой, Алла нәсіп етсе Ақтөбеде кездесеміз деп қоштасты біздермен. Аз-ақ күн қалды енді бұйырса. Ол мемлекеттерде де осы бала кезінен асық ойнай ма екен аға? Олар да бәрі де айтады, біз де бала кезімізде ойнадық. Бірақ олардікі өзгеше, біздікі қазақтікі. Мына Жомарт Сабыржанұлы ағамызды білесіздер ғой. Өткенде келіп кетті, ол да кісі бұл жерде болды. Ол ең үлкен негізінде еңбек сол кісінікі. Бізді осы Түркияға баруымызға. Сол Жомарт ағамыз енді асықты спорт қылып, ойын ғой, ұлттық ойын, соны спорт қылып шығарған. Мысалы, қырғыздарда басқаша сәл орда деп аталады. Венгрлер, мысалы, Мажарстанда Жанаргүл айтады, біздерде асық ойна, олар да ойнаған, бірақ таспен ойнаған. Біздің бес асық ойынына өте қатты ұқсайды. Мысалы, өткенде Аргентинада бар екен ондай ойын. Әр жерде де бар, бірақ әртүрлі аталады. Ережелер сәл өзгерген десе де? Олардікі бөлек, біздердікі бөлек. Бірақ кішкене ұқсас жерлер бар әрине. Енді осы бір стандартты, яғни дода болғаннан кейін енді бекітілген ереже болады. Осыны кім бекітті? Бұны Жомарт ағамыз осы ережесін жасақтап, соны спорт министрлігі арқылы бекіткен. Енді мына асық атудан өткен жарыстар сол ереже бойынша өтеді. Мысалы, Қырғызстанға барғанда орда ойын өз ережесі бар. Олар сонымен өткізеді деген сияқты. Енді Қырғызстан демекші, қырғыздардың деңгейі өте мықты біздің асыққа.
Ұқсас қой енді, ұқсас бауырлас халықпыз. Енді жаңағыдай айтып қалып жатсыз, Ақтөбеден барғандардың барлығы жүлдемен қайтты деп. Енді осы жерде басқа облыстардан да, енді Ақтөбенің атынан барды ма, әлде тек қана сіздер бардыңыздар ма? Бұл турнирге, халықаралық турнирге мана Жомарт ағамыз осы біздің 3 жылдағы федерацияны атқарған еңбегін бағалап, бұл жарысқа енді басқа облыстарда федерация құрылып жұмыс бастағанына көп жерлерде 10-15 жыл болған. Сіздердің жұмыстарыңызды көріп отырық, бағалап отырық деп, сондықтан Қазақстан атынан бұл сынға тек қана Ақтөбе облысына рұқсат беріп, біз бардық. Атап айтатын дүние екен, шынымен өйткені қаншама облыстың ішінен шағын ғана уақытта да енді ашылып жатсыздар, бірақ осындай нәтиже көрсетіп жатқандарыңыз шынымен де мақтан тұтып айтатындай. Рахмет, енді оның өзіңіз сіздер осы жерде болып кетті, Ғарышбектің Шымкенттен автокөлік өтіп келгені де бар. Жалпы істеп жатқан еңбегімізді бағаланған деп білеміз. Енді түрік еліне барып, бізді осылай қолдау көрсеткен азаматтарға ризашылығымызды айта келе, оның ішінде сіздерге де айтқымыз келеді. Осы біздің әр жарыстан жеңіспен оралғанда күтіп алып, осы жерде халықпен таныстырып отырасыздар. Сол сіздерге сол рахметімізді айта келе, мынау түрік елінен алып келген естелік кәдесый. Сіздерге осыны табыс етсем бе дейді. Ой, Ол да бір рахмет. қазақтың дәстүрі ғой. Тешеккүр дейм ба? Тешеккүр, оларша рахмет. Тешеккүләр. Рахмет деген. Анкара деген өте керемет. Анкарадан бір естелік болып қалсын. Сіздерде Және сіздердің қолдарыңыздан алып отқан үлкен алғысымызды білдіреміз. Енді жалпы бүгін біздің Мұсағали аға тақырыбымыз студенттік шақ деп аталды. Енді рұқсат болса, тақырыптан бөлікті бір сұрақ қойсақ, сіздердің студенттік шақтарыңыз қалай өтті, осы жайында сұрағымыз келіп отыр. Біздердің студенттік шақтарымыз енді мен Орал қаласында туылмасымын. Оралда манағы бұл кезде Александр Сергеевич Пушкин дейді, қазір Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті. Соның қазақ тілі әдебиеті факультеті. Мен негізі спортқа, журналистикаға қатысым болған жоқ. Сенде де бар ғой спорт дейді. Спортқа қатысы жоқ менің. Қай жылдар аға сіздікі? Менікі 88, 92, 91. Ғарышбек аға, өзіңіз қай жерде білім алдыңыз? Өзіміз осы Ақтөбе облысындағы Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік университеті болды. Ол кезде 2010 жылы, 2014 жылдары оқыдым. Экономика факультетінде мемлекеттік және жергілікті басқару мамандығында. Асықшы боламын деп ойламадым. Асықшы боламын деп мүлде ойлаған жоқпыз. Тамаша. Ал Надежда ханым, сіз? Мен дене шынықтыру және спорт бітірдім. Қазір осы мамандығымен жұмыс жасап келем. Мектепте мұғаліммін, Хромтауда, номер 3 Хромтау орта мектебінде дене шынықтыру пәні мұғалімі болып жұмыс жасап келем. Өз пәнімді сүйемін, жақсы көремін, жұмыс жасаймын сол. Және Надежда ханым бізде бір бағдарламада айтқан болатын, үйірме ашып, балаларды дайындап. Балалардың қызығушылығы қалай болып жатыр? Балдардың қызығушылығы өте жоғары қазір. Бұрынғыдай емес, қазір балдар деген жақсы бірден үйреніп кетіп, осы сіздерге былтыр студияға келгенде үйреймен деп кішкентай балдарды алып үйретіп келдім ғой. Қазіргі таңда олардың өз жарыстарға шығып, жақсы үйренеді. Хромтау қаласында? Хромтау қаласында жаңағы Ринат Серікұлы маған неден жаңағы Дюша дейміз ғой, жасөспірімдер балдар мектебінен үйірме. Оған себеп болған әрине Мұсағали ағай жаңағы облыс спортқа бір не түсірді, сөйтіп жүргенде, ұсыныспен сөйтіп жүргенде Ринат мырза шақырып, осылай деп өзі несінен асығатудан әзірге жоқ, тек қана маған 5 асықтан берді. Оған Ринатқа да рахметімді айтқым келеді. Әрине асығатудан ашса да мен не қылмайтын едім. Маған 5 асықтан 1 жыл болды ашып бергеніне. 15-20 шақты қыздар бар қазір. Жақсы үйреніп келеді. Осы студияны пайдаланып, Ринат Серікұлына да рахметімді айтып жүргім келеді. Және Ғарышбек аға, сіз енді бұйырса әлем кубогында да өнер көрсетесіз, дұрыс қой, иә? Әлем кубогында мен өнер көрсетпеймін. Бізден жастар арасында былтыр Қазақстан Республикасының 2-ші орын алған бауырымыз бар, Қалқабай Саят деген. Сол өнер көрсетеді. Ол былтыр Қазақстан Республикасының ұлттық құрамасының мүшесі болған, сондықтан регламент бойынша сол Қазақстан атынан шығады. Жоспар болашаққа қандай? Бұйырса келесі жылы мен ұлттық құрама мүшесімен кіріп тұрмын. Бұйырса келесі жылы Румынияда әлем чемпионаты болады деп жоспарланып жатыр. Соған ұлттық құрама мүшесі 15 адам бармыз.
соның ішінен сол әлем чемпионатына іріктеуге өтуге сол жоспар, басты жоспар. Және желтоқсан айында Павлодар қаласында Қазақстан Республикасының чемпионаты болады келесі жылы. Мен 2 жыл қатарынан Қазақстан Республикасының чемпионатының жүлдегерімін, 3-ші орын алдым. Және сол Павлодар қаласында чемпион болу менің басты мақсатым. Қазақстан Республикасының чемпионы болу. Ал Мұсағали аға, өздеріңізге алғыс білдіреміз. Осында үлкен жүлделеріңіз құтты болсын. Арнайы Түркиядан алып келіп жатқан жүлделеріңізбен тағы да құттықтаймыз. Облыстың атынан асық ату федерациясы бұйырса жасай берсін және әлем кубогы сәтті өтсін деген игі тілек ниеттеміз. Рахмет, сіздерге де мына біздің спорт жұлдыздар журналы жанынан Ақбата Ақтілек орталығы ашылған болатын жақында. Сол жерде үлкен осы облысқа танымал ағаларымыз, апаларымыз бар. Барлығы Ақбатасын беріп, мысалы Шымкентке Ғарышбекті шығарып салса, кеше Түркияға біздер шығарып салды. Жетекшісі осы сіздерде ол да болды. Менің жолдасым Орынгүл Райымқұлқызы. Осындай Ақбатамен, Ақтілекпен өріліп жатқан біздің ісіміз әрі қарай тағы да жалғасын тауып, жеңістен жеңіске жете береміз деген ойдамын. Әмин, рахмет. Жүлделеріңіз құтты болсын, тек осындай биіктерден көріне беріңіздер. Көп алғысымызды білдіреміз сіздерге.